Баршаларыңызға ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Біз бүгін Сеулге қарай жолға шықтық. Сеулге шығуымыздың басты бір себебі жанымда отқан жігіт. Танитын шығарсыздар мына жігітті, алдыңғы бір влогтарда көрген боларсыздар. Осы жігіт келіп отыр. Кеше келді, Пусан жақтан. Және де осы жігітті қыдырту үстіндеміз қазір. Бұл жігіттің аузы берік емес. Біздің аузымыз берік, бірақ бұл жігітті қыдыртуымыз керек те. Сондай міндет сынып келеді да ол кеседе. Сонда қыдыртпайсыңдар ма, мен андай жылап жүрді ана жерде отырып. Жарайды болды, енді апарсақ апарайық деп енді алып бара жатқан жайымыз осы. Енді қазір әдемілеп бензин құйып аламыз, сонымен Сеулге қарай шығайын деп тұрық иншалла. Алла жол берсін. Влогты соңына дейін қараңыздар, керемет қызықтар болады, қызықтармен бөлісеміз, қызықтардан құр қалмаңыздар. Каналға жазылып, колокольчикті басып, лайкыңызды басып, комментарийіңізді жазып, дайын отсаңыз, короче. Бензин құйдық, LPG-ден құйдық. Дәл осында қызметкерлер жұмыс жасайды. Қызметкерлер өте андай, не? Камсамнида. Алдық, салдық. Кеттік ал. Бисмилла. Бізге жестен тоқтау керек қазір. Бір кадаға ақша салып алу керек та. Сонымен ары қарай шу керек болып тұр. Санада мың сұрақ. Жалпы өздеріңізде не жаңалық болып отыр? Бізді қойыңыздаршы, өздеріңіз қалайсыздар? Қой, қазір сүйуға кіріп кадаға ақша салып алып, енді мына жақтан қапш. Мияқта жоқ екен ғой. Родной, кеттік шықтық. Мияқта не жоқ екен? Терминал жоқ екен да, ақшаны шешетін, ақша снимать ететін. Енді сонымен қазір ар жақтарда тағы көреміз. Үлкен магазиндерде болады онда ше. Үлкен болғанда тоже осындай сүйу, бірақ үлкеніректерінде болады да. Көреміз короче. Бізбен бірге болыңыздар. На сүйу через Саданжи арқылы өткеннен кейін өзім үй жағым ғой, короче. Осы жақтан аласылайын деп, осы жаққа келіп кіріп жатырмыз. Дарияға келіп ақша шешем дейтіндерге бірінші осы ағылшыншаны таңдап аласыздар. Одан кейін сіздерге кішкене ақпарат болсын. Када сұрайды, міне кадаларыңызды мына жерге тығасыздар. Өте оңай. Бізге примерно 20 шығарып көрейік. Қазір пин-код жазып жіберейін. Дәл осылай код жазылады. Бірер минуттан кейін өзі шығарып береді. 지금 처리 중이오니 현금을 세고 있습니다. 잠시만 기다려 주십시오. Бірінші осылай 카드를 받으십시오. кадан ал дейді, кадан аласыздар. Ақшаларыңызды ұмытып кетіп жүрмеңіздер. Өтірік приколдарды айтсам. Ана қашымника 2만 원. 2만 원요? 예. 됐어요? 네. 감사합니다. 안녕히 가세요. Мынау қай айтып айтушы еді? Тимони дей ма? Сондай дейді, короче, бұнатын. Бізбен бірге қызықты сәттерді көруге, қызықты нәрселерді көруге дайынсыздар ма? Дайын болсаңыздар, барынша экрандарыңызды высокий качествоға қойып алыңыздар да, короче. Сөйтіңіздер да. Маған қарасаңыздар, мен сіздерге көрсетейін да Кореяны. Ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жағылататын адам. Сен жаным, өзіңе тартыла. Жүрегім өртеніп барады. Көзіңе қарап. Дегендері дей берсін, ол мені балады. Енді ашылды қарады. Шашымды қарап. Ойымдағы шабыт сені. Не айтқың келіп отыр, айтшы. А? Ей, айтшыш. Ялып қалады да, сондай. Ялша қандай. Скромный пацандар ғой. Ашыламайды да, көптің алдында. Келген кезде кетқанеке жастар, баршамыз бірге айтайық. Айтқан сөзі бірге. Сарайын тудым, бір сен үшін тудым. Жарайын тудым, дударайын тудым. Bir sen үшін тудым, жарайын дударайын тудым.
Жерге түсіп барам, ғашық болып барам. Жерге түсіп барам. Прическа болып тұр жалпы, нормально ма? Үйде болып тұрған сияқты өзіме. Жалпы Кореяның правиласы бойынша светофорлары осылай ұзыннан тұрады да. Светофорлар былай ұзыннан тұрады да, көлденеңнен. Бізде былай тікесінен тұрады ғой. Яқта былай ұзыннан тұрады. И дополнительный несі болады, жасыл жанатыншы. И сосын оң жаққа жүретін полосадағы көліктер оң жаққа тоқтамай без остановка өте береді. Яғни ар жақта тұрған адамның жүретін полосасында жасыл жанып тұрмаса, онда қызыл жанып тұратын болса өте береді. Жасыл жанса кішкене тоқтап күтеді. Жалпы Кореяның маған заңдылықтары, правиласы өте қатты ұнайды. Өте ыңғайлы, өте жақсы. Сол себептіден де бұл Кореяда жалпы жол апаты, көлікпен көлік соқтығыс деген сияқты нәрсе өте аз. Және бір айта кететін факт, мысалы бұл жақта кәрістер өте бір кішіпейіл. Сіз мысалы бір кішігірім көшеден бір көлікпен алдыңызбен жаңағындай тоқтап бір-біріңізге жол жауып қалдыңыздар ғой мысалында. Сол кезде Range Rover кішірейіп, сіз Жигули мініп алсаңыздар, Range Rover артқа қарай беріп, өз-өзінің уақытысын алмай, сізді өткізіп жібере салады да бұл жақта. Сондай бір адамдары адами дамып кеткенде, біздікінде андай эгомен емес та, олар адами дамығанда. Енді біздікіндей дегенге қатты тиіп кетпесін, баршыларыңызға бәрін айтып отқан жоқпын, барлық саусақ бірдей емес. Бірақ дегенмен менің өзімде де болатын, кешіріңіздер, менің өзімде де болатын Қазақстанда жүрген кезде мен неге жол беруім керек деген секілді бір сондай стереотип дей ма, сонда қайда береді, сонда дұрыс па? Сондай қалыптасып қалады да адамда. Кішіпейіл да, маған қатты ұнайды кәрістердің қыздары дейді. Өшірінде мына жерін өшіріп тастаймын мен. Именно осы жерін ютуб қазап жерсің, ертең кетейін деп тұрсың ғой, примерно ше. Сен деген, сен қазақтың қыздары андай да, мұндай, шынақай деп. Сен просто осы жердегі отқан кішкене не болғаннан кейін импровизацияны саған қарай лақтырып отқаным ғой. Сен дым импровизацияң жоқ екен сен балам. Кет жол, саған сөйлемеймін. Ешқашанда, еш уақытта дос болаң саған әңгіме айтқанда аха деп қолдап кетпесең, ютуб нәйменесіне дос болып жүрсің сен. Сонымен сондай достар, жалпы жалпы аха осы мынау жол жүру ережесі өте ыңғайлы, көлік апаты аз болады, бірін-біріне жол береді, өте андай ілтипатты ізетпен, кішіге ізет, үлкенге құрмет деп болар. Бұндай мақал жоқ болса да, болар сол нәрсені адами тұрғыда істейді да, бізде мақал болса да ол нәрсені істемейміз ғой. Жалпы сіздер білмеймін, мен де ондай бар етінде стереотип, қазір жайлап ол нәрсені алып жатырмын. Қазақстанға барғаннан кейін шыны керек, мен Кореяда қалай қазір жаңағыдай бірімізге жол беріп, мындай сабырлықпен жүрмін. Дәл солай жүруге тырысам. Неге десеңіздер, бұл адами тұрғыда дамудың үлкен бір сатыларының бірі деп ойлаймын. Мысалы, қарап тұрсаңыздар, кез келген нәрсе мелочтан басталады, дұрыс қой? Сол мелочтан басталғаннан кейін сол нәрселерді кішкене қадағалап, ескеріп жүрген дұрыс екен. Сол айтқым келгені негізі кәрістердің неге дамып кеткен деген нәрсесі бар ғой. Мысалы, неге дамып кеткен дейміз да? Сөйтсек, дамып кеткеннің бірден бір көрінісі, жалпы системасы осы екен ғой. Біз сияқты жол бермесең бір как будто бір кішірейіп қалған сияқты боласың ғой. Кейбір кісілерді көргем, таксист кісілерді. 2 машина жібердім, не үшін бұны жіберем деген сияқты. Барлығында сондай не бар шығар, ой бар шығар. Бірақ дегенмен, егер сізге бір қауіп төніп болмаса, ол адамға бір зақым тиіп қалатын жағдай болмай-ақ қойсын. Бірақ дегенмен сондай нәрсе болып қалуы мүмкінді, сол нәрсені алдын алу үшін не істеу керек? Істеп жатқан нәрсеңнің алдын тыю керексің да, ол яғни жол бере салу, болмаса тағы да басқа сол секілді нәрселер деген сияқты. Көп сөйлеп кеттім, миларыңызды ашса, біліп тұрмын көп сөйлеп кеткенім. Дегенмен деп айтып жатқаным ғой, дегенмен. Сақтықта қорлық жоқ, сақтанып жүрейік, аман болайық, еліміз, жұртымыз аман болсын, бәріңіз жақсы көрем. Қазақстандағы қалаларды, өзім туып өскен жерімді қатты сағындым, сағыныш бар, амал нешік.
Сосын мына өлең бар ғой, мына өлең ұрланған. Өзім білем, мен не сен маған қарап сөйлей бересің, сөйлемеші маған. Мен саған бір бөле деп отырмын ба? Жоқ, достар деймін да, мен тып-тыныш отырмын да. Мынау қақпас. Қақпас қатты кеттім ғой. Дос болам ғой енді. Әзілдеймін, ұрсам, тебем, ұрам, кейде жылатып алам байқұсшы. Сонда да әйтеуір жанымда қалмай жүр ғой. Аға деп. Короче, мен ештеңе деген жоқпын да бұған. Ол келіп маған жабысып отыр. Сен неғып сөйлей жатсың, андай мындай, таста деп. Өлең тыңдашы таусаңшы. Сен өлең бар ғой, өлеңмен бірге түсіріп кетемін қазір. Қараңыздаршы достар, жолдардың барлығы осындай бөліп тастағанда и таудың ортасын тесіп, дәл осындай туннельдер жасап тастаған. Бұл туннельдер өте ыңғайлы жасалынған. Таудың үстінен жолды айналдырып салғаннан осылай туннельді тігінен салған дұрыс деп тапқанда бұл кісілер. Сөйтіп туннельдің ішінен салып тастағанда, таудың ортасынан салып тастағанда туннельді өте жақсы ыңғайлы табылған шешім. Мен қолдаймын. Молодец, кәрістер. Қарама-қарсы беттен жүретін көліктермен мүлде бұлар көріспейді да, номерлерін де көрмейді. Былай айтқанда қарасаңыздар, ортасы барлығы бөлінген, осындай бетонкаларды қойып тастаған. Ортасын бөліп өте ыңғайлы жасалынған дүние деп ойлаймын, мен өз ойым. Мынау тұрған нәрсе не деп ойлайтын шығарсыздар, алдыңғы влогымда да айттым. Звукоизоляция деген нәрсе, жалпы анау жүріп атқан автокөліктердің дәл осындай үйлерге жалпы шумын шығармас үшін өзінің дауысын өзіне қарай жұтып алады. Сол себепті де қойылған нәрселер. Сіздерге ананы айтып, мынаны айтып отырам деп, мен жолымнан сәл болмағанда өтіп кете жаздаппын. Мінекей жолымызға түсіп алдық. Енді қазір Сеулге қарай жолға шығып бара жатырмыз. Дәл осылай қараңыздар, полосаларды бояп қояды да, ыңғайлы түсініп аласың өзің, короче. Көпірлерді де бұл кісілер салған кезде өте ыңғайлы қылып салады. Бірақтан бір шатасатын болсаң, бір жолыңнан бағана мен сияқты бір жолды пропускать етіп өткізіп алатын болсаң, сен арғы жақтан бір 10-15 километрге дейін тағы жүруіңе тура келеді да, айналып келесің қайттан. Болмаса басқа қала арқылы шығасың да. Дәл осындай көпірлерді әдемі салған. Ешқандай қиыншылығы жоқ деп ойлаймын. Өте ыңғайлы. Дистанцияларын қараңыздаршы. Алыс-алысы, біздікілер тақап алады ғой машиналарын. Ана рекламада қыз әдемі екен, маған қарайды деп ойлайсыздар ма? Өзімнің қазағымның қыздарына жетері жоқ қой. Қазақ қызы, сенсің менің арым, барым, бақытым да, жақұтым. Сенсің менің асылым да, ақ жаулықты келіншегім. Қалай? Давай, десе. Адам саны көп сияқты, мен ойымша. Мен ойымша емес жалпы. Негізі көп қой. Қазақтың қара домбырасын арқалап алып, Каннымның жағажайына келіп қалдық. Жағалауына или жағажайына. Махаббатизация отыр неқта. Енді не дегенмен көлдің, мүмкін судың, мүмкін өзеннің жағасы болғаннан кейін шамалы салқындау, күнше бәрі маған енді тесіліп қарап жатыр. Шетелдің азаматы екенім сразу білініп тұр ғой, түрімнен ақшы. Барынша бүгінгі күнді қызық қылып өткізуге, жалпы сіздерге дәл осы эмоцияны, дәл осы атмосфераны сезіндіруге барынша тырысам. Жарып кеттім. Соңына дейін влогты тамашалаңыздар, қызықтаңыздар, көріңіздер. Енді аузы берік болғаннан кейін де кішкене көп сөйлей бергенге ауыз құрғап кеуіп кетіп жатыр да. Соған кішкене аз сөйлеп жатқан түрім енді. Біреулер айтуы мүмкін да. Аз сөйлегенің осындай болса, көп сөйлегенің қандай болады деп айтуы мүмкін. Айтатындар, хейтерлер, месендер жақсы көрем. Хейтерей, люблю вас депше. Адамдар саны мұнда көп. Анау тұрған кеме қылып жасап қойғанда, енді кеме емес, бірақ кеме секілді жасап қойғанда, үстінде отырып тамақ ішуге болады. Сию деген жаңағында мен кіріп шыққан магазин бар ғой. Типа сондай нәрселері бар. Алдында бұл жақта естеріңізде болса, қай кезде еді? Октябрь айында қателеспесем, бір үлкен іс-шара болған өткен осы жерде. Мен сіздерге влог түсіргем.
Қазақстаннан Туран этно-фольклорлық ансамблі келген болатын. Влог ұнап жатқан болса, дәл осы Бай Абдолла YouTube каналына жазылып, колокольчикті басып, келесі видеоны жіберіп алмас үшін, және де комментарияларыңызды қалдырып, лайктарыңызды басып, каналды қолдап кетіңіздер. Иншалла, бұдан кейін де керемет қызықты влогтарды сіздердің құрметтеріңізге шығаратын боламын. Ендеше күтіңіздер, осы влогтың соңына дейін қараңыздар, жақсы көрем бәріңіз. Елдің бәрі қарап тұрыңдар. Кореяда жүрген отандастарымыз дәл осындай бір жерге келіп демалам дейтін болсаңыздар, білмейтін жандарға, мен білем, ойбай айтпай қой деп, не істемей қойыңыздар, білмейтін жандарға деп жатырмын. Йойдо деген район, картада солай жаса шығады. Кез келген Сеулге келіп жүрген адамдардың барлығы білет деп ойлаймын. Сол себепті менен кішігірім осындай бір сіздерге ақпарат болсын деп айтып жатырмын енді. Өз-өздерімен. Біскілер жүр ғой міне. Ассалаумағалейкум. Қазақсыз ба? Иә, қазақпын. Қай қаладан сіз Қазақстаннан? Қазақстан Тараздан. Тараздан? Не ағывадаш жүрсіз? Осы жақта келіп, жақсы жұмыс тапсам ба деп жүрмін ғой. Деп жүрсіз ба? Иә, бір 3000 доллар айлық төлейтін жұмыс бар деген соны іздеп жүрмін. Арбайттан басқа жұмыс жоқ ау мына жақта? Мына жақтарда палаткалар бар ғой. Иә. Соларды адамдар апарып беріп, ескілерін алып кетіп, ауыстырып беретін жұмыс болса дейді. Сөйді, арманыңыз деген масқара екен. Осы бұл жақта не андай? Мана магазинге жүгіріп барып келіп, ыстығырамен дайындап, апарып әкеліп беріп тұрсаң, үстінде 1000 табуға болады. Не? Елу адамға апарсаң, Жалпы 40 доллар табасың. ана туалеттер осындай, ана жақта балалардікі дегенше жігіттердікі, ана жақта қыздардікі. Мысалы, мына жерде демалып отқан адамдардың, демалушылардың ортасында, ішінде қарапайым ғана болып отырғанымен қарап тұрсаң, бір үлкен бизнесмендер ғой қарап тұрсаң, не? Керемет бизнесмендер, бір компанияның основательдері отыр ғой примерно. Қазір ана тұрған жерге қазір мына жігітті айтқызып көреміз. Барынша Нұреке өзіңіз айтасыз ғой, айтсын деп, Айтамыз ғой, бірақ рұқсат бермей қойса, ят болып қойса. Жоқ, ят болмайды. Смело, біз өзіміздің қазақ бауырымыз өзіміз көтермесе кім көтереді? Қанша ұялсақ та үшеуміз бірге ұялып қашамыз да. Азыр болсын. 100 доллар берсек те береміз. Қазір мен, если сен өлең айтасың ғой, болмаса домбырамен қосыламын да, менше сағанше жетеміз ары қарай күміс қаманай, отта тұрғанай кетеді примерно. Мына жерде деймін да Нұреке, примерно ше, ауыл кетті домалап, күші бойын жағалап, кім алманы табады болып отыр ғой. Polish and wax your laundry, mop and shine up. Sweep again, and by then it's like 7:15, and so I'll read a book, or maybe 2 or 3. I'll add a few new paintings to my... Nurlu jandarmin, tındarmandarmin, önерimiz ürride. Sizler amanda, bizler amanda, Hazağanı ülmide. Gönlümden nurlu göktemden, Şavundu jörmen ot berdim aşakta. Kömülgümen önersigen halkıma, en silayım dep dedim. Aynalayın gözümden aşkımdan ay, şaşınsın gül ay, gözüm öldür ay, gözüm жатқан отында өзім сөндір ay. Ал, өлең де айттық, домбыра да тарттық. Енді қайтып бара жатырмыз. Қайтпауға болатын еді, күн суып кетті да. Біраз жаурап қалдық. Карстер неғып жаурамайды, сендер неғып жаурай бересіңдер жандарға. Бұл карстер сондай қыстың күні шлепкамен жүре беретін адамдар да, сол үшін отыра береді да, ол кісілерге үйреншікті. Мына жігіт вообще бүгіндікке жол болмады. Микрофондарын бермей қойды ешкім. Бермей қойды ма, родной? А? Не, жалып жазасың ба? Жалып кітапшаларына жазып кетсейші, мынау. Ненің? Келмеймін енді Кореяға. Өзім аппаратура сатып алып, өзім тұрамын. Өзің тұрасың ба? Сөйтсейші, не аласың, карстерге жалынып жүресің ба?
Көз моншағың қолыңдағы, көз моншағың үзіліпті. Ех, қарақат көздеріңе көрмегендер қызығыпты. Маған деген мас көңілің әлде кімнен бұзылыпты. Көз моншағың қолыңдағы.